Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен Кемел адам кітабының денсаулық бөлігін оқитын боламын. Видеоны қарамастан бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, төмендегі комментарийға өз ойыңызды жаза кетіңіз. Тәні саудың жаны сау, дененің жан нұрлы болса жөнделмек. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Адам баласы жан мен тәннен тұратын ғажайып жаратылыс. Бұл дүниесі мен ақыретіне мән бергені сияқты адам баласы жаны мен тәніне де солай көңіл бөлуге тиіс. Адамның денсаулығы жақсы болса, Алла тағала бойына дарытқан қабілет қарымды толық пайдалана алады. Нәтижесінде адамдық қарызын өтеп жетістікке жетеді. Көздеген мақсатқа жету үшін адамға ең әуелі ішкі энергия, бойдағы қуат қажет, ал ол болмаған жерде жалқаулық пен еріншектік бой көрсетеді. Оған бастаған істі аяғына жеткізе алмайтынын, шалағайлық еріп жүреді. Желкеден кері тартып тұратын кежір мінез, Абай айтқандай, ұйқылы ояу, бой күйез жағдайға тап болады. Қазақтың тәні саудың жаны сау деп мақалдайтыны сондықтан. Дініміз тәннің саулығына аса мән берген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мәшһүр хадисінде адам баласы қадірін білуге тиіс екі ұлы нығмет атап өтеді. Біріншісі денсаулық болса, екіншісі бос уақыт. Адам тіршілігі тыныс алу мен дем шығарудан тұрады. Осы процесс бір сәт тоқтаса, кез келген тіршілік иесінің өмірі аяқталады. Мәшһүрдің бір дем ішке, бір дем кері пәлсапасының мәні осы. Бұл процесс өз кезегінде адам денсаулығына тікелей қатысты болғандықтан мәшһүр Жүсіп адамның денесі екі нәрсенің күшімен саламат тұрады. Бұл екі нәрсенің бірі қызыл қан, бірі бұзылған қара қан. Таза қызыл қан екі дем алысты бірімен ауадан ішке қарай кіре береді. Жүрекке барып, жүректен әрі күллі денені аралап қайтуда қара қан көмірқышқыл газына айналып болып, тағы жүрекке келіп, дем алыс жолымен далаға шығып тұрады. Міне, құдіреттің шеберлігі. Ішке қарай кірген дем қызыл қан, далаға шыққан дем қара қан. Сол үшін айтылған бір дем әрі, бір дем бері. Осы екі дем алыстың бірі тоқтаса, адам бірден өледі. Дей отырып, 6 нәрсенің маңыздылығын атап өтеді. Бұл екі дем алысқа жақсы ауа керек. Адам өзін таза ауада сақтауы керек. Бұл екі дем алысқа күш беруге жақсы тамақтану керек. Қазақ мақалында ауру астан, дау қарындастан деп айтылады. Екі дем алысқа, яғни біріншісі қара және қызыл қан болса, күш беруге әрекет өскен, қазақша айтқанда қимыл, қозғалыс керек. Ұйқы мен ояулықтың қалыбынан асырылмай, кемітпей, орта әдетпен үйрету керек. Шатқыл керек. Адам өз көңілін өзі төмендетпеу керек. Қазақта ит өз құйрығын өзі алып жүрмесе, оны кім алып жүреді деген мақал бар. Оның мәнісі адам өз көңілін өзі көтеріп жүруі керек деген сөз. Ашу, қорқу, өкініш сияқты сезімдерден аулақ болу керек. Бұл айтылғандардың бірде-бір адамда жоқ болса, ол ауруға шалдығады. Не қалпынан асып кетсе, оны да жаман болады. Аса қорыққаннан, аса қуанғаннан, не зор ашу қысқаннан өліп кеткендер де болған. Мәшһүр Жүсіптің денсаулықты күтуге қатысты атап өткен жоғарыдағы шарттардың ғылыми астары барын аңғару қиын емес. Аталған шарттарды ғылыми еңбектерден де кездестіруге болады. Бұл жайлы доктор Рахман Муджибурдың 2018 жылы жарық көрген «Как восстановить утраченное здоровье» атты еңбегінде айтылады. Ол әрбір шартты жеке-жеке кеңінен талдап, ғылыми тұрғыда түсіндіруге
тырысқан. Кітаптағы сауатты тамақтануға қатысты мәліметтер осы еңбекке негізделіп жазылды. Денсаулықты күтуге қатысты Мәшһүр Жүсіптің жоғарыда айтқан таза ауамен дем алу, сауатты тамақтану, қозғалыс, дұрыс ұйқы, көңілді көтеріңкі ұстау, уайым қайғыға салынбау шарттарына жеке-жеке тоқталып кеңінен талдап көрелік. Таза ауа ем. Қазір екінің бірі аллергиямын дейді. 10 адамның бірінің тыныс алу жолында ақауы бар. Іште жатқан сәбилерге жүрек қан тамырларының ауруы диагнозы қойылып жатыр. Осының бәріне бірден-бір себепші лас ауа. Адам әр минут сайын 7-8 литр оттегіні ішке жұтып, сыртқа шығарады. Ал жаттығу жасап, физикалық күш жұмсағанда оттегіні бұдан да көбірек қажет етеміз. Бірақ бойымызға қаншалықты таза ауаны сіңіріп жүргенімізді білмейміз. Өркениетті заманның басты проблемасы ауа тазалығы. Үйіміздің, көшеміздің, еліміздің мәселесі. Жер бетіндегі адамның бәрі ауаның ластануынан зардап шегіп жатыр. Түрлі созылмалы аурулар, қатерлі ісік, лас ауаның кесірінен пайда болады. Үлкен қалалардағы зауыттар мен қаптаған көліктің түтіні сияқты ауқымды мәселелерді шеше алмасақ та, үй ішінің ауасын таза ұстауды үйренуіміз керек. Таза ауаның пайдасы: жүрек ауруларын тудырмайды. Мүмкін ауаның жүрекке қатысы қанша дейтін шығарсыз. Ластанған ауамен тыныстаған жасушалар жүрекке 100% таза оттегін жеткізе алмайды. Осыдан түрлі аурулар туындайды. Таза ауа қарттықтың емі. Қарттық лас ауа салдарынан емес, жастың ұлғаюымен келген дұрыс. Ластанған ауа ағзаны тез қартайтады, бетке әжім түсіріп, бұлшық етімізді босаңсытады. Сондықтан таза ауамен дем алуға тырысыңыз, жас қалпыңызды сақтаңыз. Таза ауа денедегі қант мөлшерін қалпында ұстауға көмектеседі. Сусамыры бар адамдар үй ішіндегі ауаны таза ұстағаны жөн. Өйткені түрлі газ, химикатпен ластанған ауа қантты көтеруі мүмкін. Таза ауа когнитивтік денсаулықты жақсартады. Ауасы лас қалада өмір сүретіндер депрессия, стресске жиі шалдығады. Таза ауамен тыныстау көңіліңізді жайландырып, ми жұмысын жақсартады. Әсіресе сәбилердің дамуында рөлі зор. Ауасы таза жерде жаттығу жасау, спортпен айналысу өнімді болады. Жоғарыда айтқанымыздай, физикалық күш жұмсаған кезде оттегіні көбірек қажет етеміз. Ағзаны жаттығу кезінде таза оттегімен қамтамасыз ету жақсы нәтижеге жеткізеді. Бұл ой еңбегіне де қатысты. Үй ішінде ауа қалай ластанады деп ойлайтын шығарсыз. Расымен де үйдің ауасы сырттағы ауаға қарағанда 4-5 есеге лас. Өйткені үй ішінде шаң жинайтын заттар көп. Мысалы, кереуеттің көрпесін күнде қақпаймыз, перделерді күнде жумаймыз. Ал оларда шаң міндетті түрде болады. Одан кейін тазалық үшін қолданатын химиялық қосындылар, қабырғаның бояуы да ауаны бүлдіреді. Олар түрлі химиялық элементтер бөледі. Тіпті үйдегі пластик заттардан формальдегид пен трихлоретилдің бөлінеді. Сондай-ақ бактерия мен вирустар ылғал ауада пайда болады. Таза ауаға қалай қол жеткіземіз? Табиғатпен дос болыңыз. Табиғат аясында жиі серуендеуді әдетке айналдырыңыз. Тым болмаса, қалаңыздағы ағашы көп саябақтарға барыңыз. Үйді құрылғылар арқылы желдетіңіз. Бұл үй ішіндегі ауаны ғана айналдырады. Еш пайдасы жоқ. Оның орнына терезелерді ашып желдетіңіз. Ең тиімдісі үйде гүл өсіру. Гүл бөлмеңіздегі оттегімен байытады. Сондай-ақ ауа ылғалдандырады. Сүзгі қолдануға болады. Бірақ олардың сүзгісін жиі ауыстырып тұруды ұмытпаңыз. Адам үшін ең қажетті оттегі, егер ол болмаса өмір жоқ. Біз демалып жүрген ауаның 21% оттегіні құрайды. Дені сау адамға осы 21% жеткілікті.
Ал түрлі созылмалы сырқаты бар жандарға ағзаны әлсіретпеу үшін оттегінің көп мөлшері қажет. Кейбіреуімізге қосымша оттегі 24 сағат бойына керек болуы мүмкін, ал кейбіріне белгілі бір уақыт аралығында қажет болады. Мұндай кезде дәрігерлер оттегі терапиясын тағайындайды. Бұл дегеніміз құрылғы арқылы ағзаға оттегі беру. Ағза үшін оттегінің жеткілікті болуы өте маңызды. Біздің барлық дене мүшеміздің дұрыс жұмыс жасауы оттегінің дұрыс жетуімен байланысты. Мидың дұрыс ойлануы, жүректің қанды айналдыруы, бүйрек пен бауырдың дұрыс фильтр жасауы, өкпенің тыныстауы оттегінің толықтай баруымен жүзеге асады. Егер адам ағзасында оттегі азайса, бірінші кезекте қан айналымы бұзылып, әрі қарай ішкі органдарға әсер ете бастайды. Әр жұтқан ауамыз оттегі энергия. Оттегіні жаттығу кезінде көп қабылдаймыз, сондықтан спортпен дос болыңыз. Оттегі қалыпты болса, көңіл күйіміз орнықты, ұйқымыз тыныш, деніміз сау, есте сақтауымыз қалыпты, көзіміз көргіш, сымбатты боламыз. Жаттығумен қатар оттегіні тасымалдауға көмектесетін тағам түрлерін де рационыңызға қосыңыз. Балық, грек жаңғағы, зәйтүн майы гемоглобиндегі оттегіні байытса, қырыққабат, алма, алмұрт қандағы оттегіні көбейтеді. Сәбіз, авокадо, сельдерей, сарымсақ, құрма, банан ағзаны оттегімен байытып қана қоймай, күні бойы қуаттандырады. Өзіңізді сыйлауды, өзіңізге таза ауамен оттегі сыйлаудан бастаңыз. Сауатты тамақтану. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытқа қол жеткізеді. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын кісі. Екіншісі кім болса сонымен дос болмай, достыққа дұрыс адамдарды таңдай білетін жан. Омар Хайям. Тамақ жеп, ас ішу адам баласының табиғи қажеттілігі. Алайда мұның өлшемі мен талғамын білмек керек. Өмірімізді өзгерту үшін әрі тұлғалық дамуды әуелі неден бастау керек деп менен сұрағандарға сауатты тамақтануға мән бер деймін. Алдыңа үлкен мақсат қойып жетістікке жетуді талап еткен кез келген адам ең әуелі ішіп жеген тамағына мән берсін. Құранда пайғамбарлар қауымы адал, таза һәм пайдалы ас судан жеп ішіңдер. Әр кез игі істер істеңдер. Шүбәсіз сендердің не істеп, не қойып жүргендерді білемін делінген аят бар. Алла тағала бұл аятта адамзатқа тура жолды көрсетіп, ізгілікке үлгі ретінде жіберілген пайғамбарларға ең әуелі таза әрі пайдалы тағам жеуді бұйырады. Одан кейін игі іс істеуге шақырады. Демек, адам баласы игі іс жасау үшін әуелі сауатты тамақтанып, пайдалы ас ішу керек. Өйткені сауатты тамақтануды реттей алмаған адам қай салада болсын жетістікке жетуі екіталай. Сондықтан рухани кемелденуді көздеген сопылық мектеп өкілдері қилауаттық тағам, аз тамақ жеу, қилатул манам, аз ұйықтау, қилатул калам, аз сөйлеу, узлату анил алам, оңашалану секілді 4 қағиданы берік ұстанады. Осы 4 қағиданың басында аз тамақ жеу, яғни сауатты тамақтану тұр. Тамақтануды дұрыс жүйеге қоя білген адам жан-жақты дамиды. Бүгінгі біздің қоғамда сауатты тамақтануға көп мән беріле бермейді. Мысалы, қазіргі таңда қалыптасқан қонақ күту дағдымызға бір сәт көз жүгіртіп көрелік. Қонақ күту үшін кем дегенде бір күн бұрын дайындық басталады. Дүкен мен базардан үйіп-төгіп азық-түлік тасимыз. Дастарханда бос орын қалдырмай, түрлі тағаммен толтырып тастамасақ, қонағымызға құрмет көрсетпегендей ыңғайсыз сезінеміз. Әйел қауымы 2 күн бойы таңның атысы, кештің батысы ас үйде дастархан қамымен жүреді. Әуелі қонаққа буы бұрқыраған қоңыр күрең шай береміз. Самса, бауырса, қуырылған балық, духовкаға піскен тауық, туралған жалжая, қазы-қарта, 5-6 түрлі салат, оның бірнешеуіне майонез араластырып, ет, шұжық қосылған, бал вареньеларының неше атасы, сан алуан жеміс-жидек. Бұлар негізгі тамақтың алдында шаймен желінетін жүрек жалғаудың кішігірім мәзірі ғана. Ондай жүрек жалғар шайдан кейін астауды қайыстырып,
жайма наны мен майы сорғалап ет келеді. Тойып алған қонақтар өздерін қинап ет жейді. Артынан майлы сорпа мен қымыз ішеді. Кока-кола қоса ішетіндер, компотқа жоқ демейтіндер де бар. Алдағы асты сүннет қой, тауысып же, ысырап болмасын деп үгіттеп те жатады. Шын мәнінде сүннет табақтағыны түгелдей тауысу емес, өлшемнен асырмай ас жеу. Ет жеп болған соң тамақ сіңсін деп 15-20 минут үзіліске шығамыз. Бұл өзімізді алдау. Әйтпесе тамақтың қорытылуы үшін кем дегенде 5-6 сағат керек. Кішігірім үзілістен кейін қайтадан неше түрлі торт, тәтті мен шай ішеміз. Сосын қарнымыз сыздап, түннің бір уағында үйге қайтамыз. Қонақ кеткеннен кейін өзіміз отырып шай ішейік дейтіндер де табылады. Ас толы асқазанмен арсылдап, зорға тыныс алған күйі ұйқыға жатамыз. Ұйықтады деген аты ғана ас қорыту үшін ағзамыз түні бойы қиналып жұмыс істейді. Асқазанға, бауырға, жүрекке ауыр салмақ түседі. Таңертең қиналып оянамыз. Көзіміз домбығып, бетіміз ісіп кетеді. Ұйқы қанбаған, міне осындай күйде жұмысқа кетеміз. Түнде демалмаған ағза күні бойы селсоқ, ұйқылы ояу, бой күйес халде жүреді. Мұндайда адамның қандай да бір істі жасауға зауқы соқпайды, энергиясы жетпейді. Екі көзі ашық, бірақ санасы мен тұла бойы ұйқыда. Ойлаңыз, осындай күйдегі адамның жетістікке жетуі мүмкін бе? Айтпақшы, қонақтан артылған салат пен тағамдарды обал болмасын деп қайта-қайта жылытып неше күн жейтіндер бар. Жылытқан сайын тамақтың сапасы кетеді, зияны көбейеді. Оны білсек те мән бермейміз. Үлкен ғалым, медицинаның атасы Ибн Сина ас ішудің әдебі жайлы: ас ішкенде шақтап қана аз жейгін, өйткені астың бойға даруы оның қорытылуында. Адамның ағзасына ең ауыры қорытылмаған ас үстіне ас ішу десе қасиетті Құранда ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер. Алла ысырапшыларды жақсы көрмейді делінген. Өкінішке қарай, көпшілік жоғарыдағы аятты қате түсініп жүр. Ысырап дастарханда желінбей қалған тамақ қана емес, шамадан тыс артық желінген ас екендігіне мән бермейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам адам ұрпағының ең жаман ыдысы тоя тамақ ішкен қарын. Адам баласына денесін көтеріп жүруге қажет азын аулақ тамақ жеткілікті. Ал міндетті түрде жейтін болса, онда асқазанның 1/3 тамаққа, келесі 1/3 суға, ал қалған 1/3 ауаға арнасын деген. Атақты сопылардың бірі Ибрахим ибн Адхам кім асқазанына кіретін тамақты қадағалай алса, өз діндарлығын да қолға алғаны. Асқазанына артық тамақ кіргізбеген адам көркем мінезге иелік етеді. Қарны тоймай жүрген кісі Аллаға асылық қылудан аулақ болады. Қарны тоқ кісі асылыққа жақын жүреді деп ас ішудің өлшемін үйреткен. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам басқа бір хадисінде үмбетім үшін ең қатты уайымдайтын нәрсе қарын шығару, артық тамақ жеу, көп ұйқы мен түйсік танымның таяздығы деген. Бұл хадисте айтылған кеселдің бәрі артық тамақ жеуден туындайды. Себебі тәнге қажетінен артық ас адамды жалқаулыққа, маубастыққа мәжбүр етеді. Тіпті күніне бірнеше мәрте артық ас ішіп, оны қайта-қайта сыртқа шығару шамадан тыс уақытыңды алады да уақыт ысырабына жол ашылады. Мидың сергек жұмыс жасауына қажет қан мөлшері ас қорытуға жұмылдырылғандықтан ми жұмысы әлсірейді. Сондықтан тойып ас ішкен адам маужырай бастайды. Үнемі ұйқысы қанбай жүреді. Артық ас ішіп көп ұйықтаған адамның тәні семіреді. Ал тән семірсе, рух азады. Ой, түйсік, асқазан төңірегінен әрі аспағандықтан парасат пайымы төмен болады. Тіпті бара-бара құлқының құлына айналып, ол нәпсісін емес, нәпсісі оны қалаған жағына жіпсіз жетектейді. Мұндай адамның құлшылыққа, құлықсыз жұмысқа жалғау болатыны сондықтан. Адал астың маңыздылығы: адал жеу сауап, арам жеу күнә.
құлшылық 10 бөліктен, ол 10 бөліктің 9-ы халал рызық несібеден тұрады. Дәуіт пайғамбар да өзі еңбектеніп тапқан табыспен күнелтетін. Харамнан сақтаныңдар. Асқазанына харам ас түскен адамның дұғасы 40 күнге дейін қабыл болмайды. Дұғаларының қабыл болғанын қаласаңдар, адал аспен қоректеніңдер. Кейбіреулер харам жейді, харам киеді. Сонан соң көкке қолын жайып дұға етеді. Мұндай кісінің дұғасы қалай қабыл болсын? Дұғаларың қабыл болсын десеңдер, халал әрі таза аспен қоректеніңдер. Су өмір, су тіршілік көзі. Жер бетінің шамамен 70%-ын су алып жатқаны сияқты адам денесінің 55-60%-ы судан құралып, тіпті ішкі ағзалар мен бұлшық еттер, мидың 70%-ы сұйықтықтан тұрады. Адам ағзасына қажетті суды шай, кофе, басқа да газды сусындар алмастыра алмайды. Таза су денсаулықтың ең арзан инвестициясы. Таза су ішуді әдетке айналдырсаңыз, денеде зат алмасу жұмысы ретке келеді. Денедегі оттегіні тасымалы жақсарады. Дене қызуы бір қалыпты деңгейде болады. Барлық ішкі орган, буын мен мидың жұмысы жақсарады. Терінің құрғап кету қаупі азаяды. Көңіл күй сергек жүреді, байсалды боласыз. Адам ағзасына күнделікті 2-3 литр су қажет. Тыныс алып, ауаны сыртқа шығарғанда немесе ағзадан қажетсіз заттар сыртқа шыққан кезде, терлегенде, физикалық күш жұмсағанда бойдағы су жоғалады. Адам кем дегенде күніне 2-3 литр суды сыртқа шығарады. Сондықтан оның орнын міндетті түрде таза сумен толтырып отыру қажет. Алайда көпшілігіміз денеге қажет күнделікті су нормасын толық қалпына келтірмейміз. Ақыл кеңес: әдемі су құятын құты сатып алып, оған су құйып алып жүріңіз. Бұны әдетке айналдырыңыз. Бұл ешқандай жаңалық емес. Ертеде ата-бабаларымыз белінен торсық тастамаған. Сіз де осылай жасаңыз. Мен өзіммен бірге арнайы су бөтелкесін алып жүремін. Су ішсеңіз, ми жұмысы жақсарып, есте сақтау қабілетіңіз артады. Су ішкен соң асқазан, ішек жолдарының қызметі қарқындап, ас жақсы қорытылады. Су бүйрек, бауырды шлак токсиндерден тазартады һәм жүрек соғысы орнығып, қан кедергісіз айналады. Қозғалыс кезінде су ішіңіз. Ағзадағы артық майларды жағып, бұлшық еттеріңізге оттегін жеткізеді. Су пайдалы, зиянсыз, калориясыз, қолжетімді сусын. Десе де судың сапасына мән беріңіз. Ішіп жүрген суыңыз химиялық қоспалардан ада, дәрумендерге бай болуы керек. Басыңыздың жиі ауруы, аузыңыздың құрғауы, ашушаңдық, артық салмақ, бұлардың бәрі денеңіздегі су тапшылығының әсері болуы ықтимал. Сондай-ақ зәріңіздің түсі сіздің денеңіздегі су мөлшерінің көрсеткіші бола алады. Егер зәріңіздің түсі қою сары болса, тәніңізге су жетіспейтіндігін білдіреді. Әсіресе жасыңыз ұлғайған сайын суды көбірек ішуді әдетке айналдырыңыз. Себебі 65 жастан кейін денеге судың қажеттілігі артады. Сапалы су қандай да бір химиялық қоспалардан, ауыр металдардан, микроорганизмдерден таза, сондай-ақ құрамында кальций, магний, натрий, пайдалы элементтер кездесетін, деңгейі 7,6-дан жоғары су. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахметімді айтамын. Және де видеода айтылған ақпараттар сізге тетте де болса пайдасын тигізсе, мен өте қатты қуаныштымын. Мені қолдау мақсатында каналыма тіркеліп, лайк басып, ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Және де сізге не қызық, бұл каналдан не көргіңіз келеді, оны да комментарийға қалдыра кетіңіз. Алдағы уақытта каналымда түрлі пайдалы ақпараттар, оқу керек, білу керек кітаптың аудио баспалары және де қызықты әңгімелер шығаратын боламын. Каналымнан алыстамаңыз. Баршаларыңызға рахмет.